Мені мектеп бітіргеніме 1 жыл болды. Әлі ештеңе өзгерген жоқ. Сол баяғыдай балаларға видео жасаймын. Видео қайда? Содан ойда жоқта мектеп кездерім есіме түсіп кетті. Сіздер өткен бөлімдерді жақсы бағаладыңыздар. Сондықтан бұл оқиғаны жалғастыруға тура келді. Сәлем YouTube, сіздермен Нуранет. Бүгін мектеп қызықтарын айтуды жалғастырамыз. Біздің мектептің заңдары өте қатал болды. Әсіресе жиынтық бағалау кезінде апайлар ашуыма үнемі тиетін. Барлығы сынақтан өту үшін шпаргалкалар тығып әкелсе, мен оларды жай ғана жаттап алатынмын, немесе қолыма жазып алатынмын. Ал бір қызығы, менен бәрі сұрақтың жауабын сұраса, мен жай ғана «Миың бар ма? Сұрай бермей тұра тұрш!» деп жауап беретін едім. Ал маған қажет болғанда, маған математиканы бересің бе? Рахмет. Мен ешқашанда сабақ оқығым келмеді, бірақ тура келді. Мектепте тіпті менің еш нәрсеге икемім келмеді. Яғни бәрі футбол ойнаймыз дегенде мен, «Так, балдар, бүгін маңызды ойын. Біз оларды міндетті түрде жеңуіміз керек. Осы күнге дейін дайындығымыз бекер кетпейді деп ойлаймын. Сонымен, кім мен? Мен. Және де допты дұрыс тиіп алмайтынмын. Так, мені тебесің бе? Дұрыстап теб енді. Амогус. Осыдан кейін бәрі сол үшін ашуланатын. Және дене шынықтыру сабағынан кейін алып келген суыңның түгі қалмайтын. Ал егер оларға суды бөліспесең, көреміз деп шығады. Негізі бұл қызық сәттер еді. Мектептің қадірін жоғары оқуға түскенде түсіне бастайсың. Сондықтан мектеп кездерінің қызықты өткізулеріңе тілектеспін. Ал бүгінгі видеом өз соңына жетті. Аз болып қалса кешіріңіздер, себебі бұл видеоны мен бір күнде жасап шықтым. Ал келесі кездескенше, bye go!